Бірінші, екінші сабақ Олимпиада ойындары. Адамдар неге спортпен айналысады? Себебі спорт адамдарға қуаныш сыйлайды. Өзің ойлашы, кез келген жарысқа қатысып, жеңіп шықсаң қандай қуаныш. Сонымен бірге спортпен айналысқан адам сымбатты, қайратты әрі денсаулығы мықты болады. Спорттың алуан түрі бар. Әркім өзі қалаған спорт түрімен айналыса алады. Спорттың футбол, хоккей, регби, баскетбол сияқты командалық түрі бар. Сол сияқты 2 не 4 адам қатысатын үлкен және үстел теннисі, сквош сияқты спорттық ойындарда болады. Жеке бәсекеге түсетін спорт түрлері де көп. Айталық: суға жүзу, жеңіл атлетика, гимнастика, садақ ату сияқты спорт түрінде спортшылар өзара сайысқа түседі. Шындығында спорт жарыстарына қатысып, тек қана жеңіп шығу емес екенін есіңнен шығарма. Спорт бізге адамдармен танысып, достасуға да мүмкіндік береді.